сіздерге әдем бір майлап тұрып шай беріп жатқан апаларым шықты ғой. Бұл кісілермен түп нағашылар ма, сүт нағашылар? Түп сүт нағашы десем ренжіп жатыр ғой. Біз түп нағашымыз дейді үшін. Туған жердің нұр үшін Норма нағашыңды құрметте, анаңның емген сүт үшін бір туған бауыры нағашыңды құрметте дейді. Бүгін міне түп нағашылар да бар екен, сүт нағашылар да бар екен. Байқап отырсыздар ма? Бақ пен тақ таласқанға емес, ынтымақ жарасқанға бұйырады деген. Міне ынтымақ жарасқан әлі түп нағашылар құдалыққа келіп жатыр. Бәрекелді. Құдай қаласа ынтымақтарыңызды берсін. Жақын тұрайық. Қайсымыз бастаймыз, апа? Кім бірінші тұрмысқа шықты, сол бастасын да? Тамада рахмет жарым, тойды. Ал мынау не дейміз, құрметті құдалар, біріншіден төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Бәріміздің басы болып, бізді қосып болсын, екен дастарханда кездесіп отырған жастар ғой. Осы екі жасымыз бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, өмірлі шүбірлі болып, нұрболатпен Ләззат немерелерін жетектеп, шаршап-шарқылап жүре берсін, әлден таласып жатыр. Таласпаңыздар, екеуіміз де жуатуға бәріне әлі өз апарып тастайды, құдағи маған жуатып берші деп. Бізге қыз туып берген. Дастархандарыңыз тек қана жасылыққа жайыла берсін, Нұрболат, мына құдалығың құтты болсын. Мына құдағилар қатарларыңыздың көбейгені құтты болсын сіздердің де. Қатарларыңыз көбейіп жатыр, Құда қаласа құдағилар. Осы барлықтарыңыз бір қатар болып құдағилы осы кең дастарханда болатын дастарханда бас қосып шапқылап жауып жүре беріңіздер. Құда қаласа енді бесік тойда бас қоса берейік. Құда қаласа. Ой, сені шақырғаның маған керек емес қой. Бақытты бол жандарым, бақытты болыңдар. Бүгінгі біз мынау жиен Нұрболатпен қазір келіміз мына үйге шақырып, мынау төрге шыққандарыңыз құтты болсын, мынау екі жас бақытты болсын, өссін, өнсін. Соны қызықына тоймай жүре бер. Немере келсін. Бақшам жолы көп бақшам. Жоқ, жолы көп бақшам ағасы ғой. Құрметті ағайындар, бүгінгі мынау Нұрекеңнің Ләззаттың бүгінгі мынау шаңырағына келіп төрге шығып бастап. Құтты болсын төрге шыққандарыңыз. Құрметті ағайындар. Кереметтей құдалық болып жатыр. Мінекей. Нұрболат, мына құда қаласа мынау той қаласа берсін. Кереметтей мынау бүгінгі үлкен тірлік бітіп жатыр құда қаласа мынау. Құдалар төрге шығып, құрметті құдалар әрқашан езулерін күлге кетпесін, өстіп әрқашанда осындай дастарханда бас қосып отыра берейік. Үлкен кісілер сөйлеп жатыр ғой, жақсы тілек. Сол кісілердің сөздеріне қосыламыз. Құдалыққа арта берсін, құда қаласа үлкен той болады алда. Ол тойға да құда қаласа төрт күніміз түгел аман есен ойнап күліп жүре берейік. Әрқашанда кім бар екен тағы сөз сөйлейді. Сол кісіге берейік. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын құдалар. Нұрболат құдағи, тойларыңыз құтты болып өсін құда қаласа. Жастарымыз бақытты болып, еңбегі сол болып, әрдайым дастархан кеңге жайыла берсін, тыныштық болсын әрдайым. Қуаныштың көп бола берсін. Мінекей құдағилар, міне бүгін ат шаптырып, сонау Шәуілдік елінен келіп отырсыздар, қыз ұзатып. Міне әрбір ата-ананың өзінің армандаған арманы болады, біздің қияға, ұлын ұяға дейді. Мінекей құда қаласа біздің құда мен құдағидың шаңырағына қыздарыңыздың келгеніне де құда қаласа 2 ай болып қалды. Құдағиымыз да құдағымыз да өте керемет жандар. Уайым қылмаңыздар, жақсылап тәрбиелеп, Ләззат өзіне ұқсайды ғой құда қаласа. Келін ұқсап келеді, ұқсайды құда қаласа. Мінекей алдыңғы арба қайда барса арба сонда барады дейді. Ең алғашқы жаңа құдалары мінекей қасымызда тұр құдағи екеуі. Осы кісілерден кейін біздің соңынан сіздер де еріп жүре беріңіздер. Ай-шай деген дауыс, дыбыс естілмейді, бұл үйде естілмесін. Осы екі жасымыз бақытты болсын.
үбірлі шүбірлі үлкен киелі ата әжелерінің жолын берсін, өсіп өнсін. Соған тілектеспіз, осындай келін алу, қыз ату барлықтарыңызға жұғысты болсын. Мына Дәулет деген балам, айналайын құда балам, қыздай жігіт құда қаласа мына. Елін сыйлаған ердің елі бақытты дейді. Құда қаласа осы екі елді де сыйлап бақытты ер болып жүре берсін. Елін сыйлаған әйел бар ғой, әйелдің ері бақытты дейді. Мінеке қыздарыңыз бізді құда баланы бақытты етіп, екеуі ұзақ өмір кешсін. Осындай тойлар барлығымызға жұғысты болсын. 40-тың бірі қыдыр, 1000-ның бәрі уәлі дейді. Осы тілектерді қабыл етсін Аллах. Той-тойға ұласа берсін. Апам көпті көрген бай әдем дұрыс айтып жатыр. Тілегінің ешқандай өтірік төсінің қатесі жоқ. Мұғалім болған ба? Баяғыда бір жігіт мектепті оқушым оқымаған, университетте оқымаған, қазақ тілі әдебиетін оқыған ғой. Дым оқымай мектепке барып жұмыс істепті. Сөйтсе, оқушы сұрап жатыр еді, ағай, ауыз су дегенді бөліп жазамыз ба, қосып жазамыз ба десе, жақындап жаза берсін дейді. Сол сияқты апам жақындатып әдем бір тілегін айтып жатыр. Апа уайымдамаңыз, әдем бір Құдай қаласа Ләззат әпшем өзі дайында болады. Келін қыз деген өздерінде қанша тәрбиені мықты алғанмен бір қайнары кем болады дейді. Қайнатып отқан шығарсыз Құдай қаласа. Осы келінмен Құдай қаласа жайнап, күлімдеп, ойнап, тойлап жүре беріңіздер. Енді кондер бар әпшем ба келіңіз. Құдағыларына бүгінгі төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Әрдайым орындарыңыз төрден болсын. Біз қуанып жатырмыз негізінде. Санымыз көбейді, қоңыраштар көбейді деп Құдай қаласа. Біз бірінші ырмалды құдаларымыз, біз бір өзіміз едік бұрын. Жаңағы тамаққа келеміз бір-бірімізге, жаңағы құда деп. Кейін екінші құда пайда болды, сонымен көбейдік. Енді міне үшінші құда сөйтіп көбейе берсін Құдай қаласа. Өсіп өне берсін. Мына жастар бақытты болсын әрдайым. Тек жақсылықта, тойда кездесіп жүре берейік. Құдағылар міне өте көріп тұрсыздар, өздері қандай жаңағы ақ көңіл болса, жүректерді сондай таптаза. Жақсы. 10 жылдан бері құдамыз бір-бірімізге ай деп бетімізге келген жоқпыз осы уақытқа дейін. Міне сіздердің қыздарыңыз да бұл жерде бақытты болады және бақытты етеді деп ойлаймыз. Құдағайым, Құда қаласа, келіндеріңіз құтты келін болсын, тек рахатын көріңіз Құда қаласа. Мамам сияқты немерелерді енді қырғауылдар лақтырастар енді оригинал настоящий болады енді. Тек рахатын көріңіздер Құда қаласа. Құдағай тойға шыққандарыңыз құтты бола берсін. Тек той болсын, жақсылық болсын, отырған орындарыңыз жоғалмасын. Сіз біріңіздің ажырамай, тек той болсын. Кесеңіздерші, құда ма? Құда. Сіздерге дейін майыр құда ғой, Ол үшін құданың кім екенін білгің келсе, құданың құдасына сұра дейді ғой, сізден сұрайсыздар. Не дейміз мына асырбай жекті рахмет. Ассалаумағалейкум. Құдалар төрге шыққандарың құтты бола берсін. Құда қаласа екі жасымыз бақытты бола берсін. Құданың Құдағайға рахмет. Осындай дастархан жайып күтіп жатыр. Құда қаласа құдалықтарыңыз мың жылдық бола берсін. Тек Құданың үйінде тек дастархан кеңге жайыла берсін, аманшылық болсын. Төрт көзіміз түгел болып, Құдағай айтты, Құда қаласа қоңыраттар көбейіп жатыр. Қоңыраттар отыр біздің Құда қаласа. Қоңыраттар жақсы болған екен, Құда қаласа, Құдамда Құда болып жатыр да. Ол не емес қой, ұруда емес, тек Құда қаласында Құдалығымыз тек жақсылыққа кеңге жайыла берсін. Аманшылық болсын. Үлкен апаларымыз, аталарымыз аман бола берсін. Осы үйге тек жақсылыққа келе берейік. Сол үшін екі жас бақытты болсын. Сізде андай жоқ па? Бұлай сіздің үйдегі ма? Көзінен байқалып тұрады екен жылуы. Біздің құдамыздың сөйлесін үйіндегі құдағиымыз ең әдемі сұлу болады деп қояшыдар екен. Жарастырады екен. Шашын төбесіне түйгені, розы көйлек үстіне кигені,
Құдағи сөйлесін, құдамыздың ең алғашқы сүйген десем рас па? Құдағи салғасынан қыламыз деді осы жерде. Осы жағын айтпаймын деді ғой. Негеміз мынау біріншіден құдағылар төрге шыққандарымыз құтты болсын. Мынау өте жақсы жерге келін болып жатыр қыздарымыз. Мынау менің құдам мен құдағиым өте ақ көңіл кісілер. Мынау жайған дастархандар тек жақсылыққа жайылсын. Құда қаласа мынау құдалық 1000 жылдық дейді ғой. 1000 жылдық бола берсін. Құдалығымыз жалғаса берсін. Мынау үлкен кісілер айтады ғой жақсы тілектер. Періштен құлағына шалына берсін. Көрген жерде біз сізді естіп жүре берейік. 2 жас бақытты болсын. Биыл бала келін болса, ендігі жылы жаңа ана келін болсын. Құда қаласа шілдехана тойға келе берейік. Бақыт тілеймін, денсаулық сол үшін. Мощный түйіндей деген болсын, сол үшін деп ше. Құдағиды ортаға шақырамыз. Ал енді Бағдат құда. Құдағи қайда? Индира құдағи. Сізге бірдеңе берейін деп жатыр. Кез келсекші. Ал мына құдағи біздің ортамызға келіп қосылыңыздар. Иә, тобымыз көбейген үшін. Кейін сіздерден қосмастар деп қойсақ. Әлия құда бар құда қаласа. Қайда құдағи? Назира құдағи молодец, үйретіп ола берейік деп жатыр ма? Ал құданы кім бере берейік әзірге? Құдағи қайда кетті? Құдағи бірдеңе беріп жатқан көрсек келетін шығар. Кигізейік кәне. Шапалаққа қошемет көрсетіп қойып, құдаға сый шапат. Әдем бір табыстап жатырмыз. Қылышпен жауды түйреген. Құдағидікі вообще әдемі. Өз ыстықтап тұрған құдаға шапат жатырсыздар. Ауылдарымызға барып, дәндап қызастарға жақсылап демалып, міне сіздерге бергенмен шай істеп жатырмыз. Ішінде энергетик бар байғанызда. Өші қоп қойыңыз кәсін, мына жерге, міне. Көріп отырсын, қарап отырсын. Не дейді? Қой, қауақ қойымыз енді келеді. Сіздерде таусылмай деген? Келдім ма? Құдалардың байырғы құдағилардың сіздерге бүтін қой. Кірі қой. Үйленбеген. Қой келді дейді, дайын дейді. Қой дайын дейді. Би дей ма? Бар.
ремонттасын демесеңіздер отырыңыздар. Мына жерге қойыңдар. Жоқ. Жанып алды. Байғандар. Тоқта. Бұл жақындар енді, бәрі келеді. Айырма құдағдайлардың атынан айтты бір бітіп піскен қой. Халал. Ол жағы беріңіз. Аумин деп, құдеке, бата бережеңіз. Нағаш құда. Аумин. Жастар бақыт болсын. Аумин, бәрекелді. Көрдіңіздер ғой? Енді көрмейсіздер қазір, бөліп алып келеді. Болды. Ұйықтаңдар. Айтып қойайын тағы да қайталап. Әулеттің байырғы құда-құдағилардың атынан. Не деген антымақ дейді да. Датуы құда-құдағилар бір-бірімен уже гәп жеп кеткен ғой. Гәптес болып кеткен. Құдай қаласа гәпке қосылуға дайындалыңыздар, бағдарда. Енді Ләззат әпшемнің ақ халатты абзал жандар. Қайсы? Мен білмей жатырмын ғой, кім коллектив? Достар қайсысы? Мен жеше бақылды. Достар. Бер жағын тұрсаңыздар. Ол кісілер ақ халатты абзал жан. Жандарым сол. Бұл кісілер укол саса өлтіреді десең. Енді жаңа әпке бажалардан бір ауыз тілек болсын, келіңіздер. Ассалаумағалейкум. Құда жекжаттар. Құда болып төрге шығып атқан жаныңыз құтты болсын, Құдай қаласа. Екі жас бақытты болсын. Осы екі жастың бақытына тоймай жүре берейік бәрімізде. Бажеке, құдалық құтты бола берсін. Түсіріп атқан келіңіз құтты бола берсін, Құдай қаласа. Құдай қаласа келесі жылы осы шілде тойға келейік. Бажа,
Еміне сүйе беріңіз, шүйлеге сүйіңіз, Құдай қаласа, Алла соған жеткізсін, тойдан той үлесе берсін, тойдан келде болмайды. Бақытты болсын жастар. Ал не алдаймыз? Бүгін керемет құдалық өтіп жатыр. Жездем Нұрболат, Ләззат әпшем. Бүгінгі құдалықтары құтты болсын, мың жыл болсын. Себепкер жастар ғой, жастар бақытты болсын. Барлық тілектерге қосыламын. Бәжеге Қайынбике құтты болсын. Дастархан жайып, құдаларыңызды төрге шыққаны құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын. Әрдайым жастар бақытты болсын. Бағана айтайын дегенім, тамада жігіт бір жай айтып қойды, мен жетімдерім деп. Мен де жетімдермін, Түркістанның жетімдері. Осы үйдің құдаларымыздың кішкентай бажасымын, туған бажасы. Ағайындар, алдарыңызға дастархан жайын ішіп жеп отырыңыздар деп бағана бір айтқымыз келген. Бірақ та тамада жігіт менен бір қос көпті. Дендеріңіз сау болсын, құтты болсын құда болғандарыңызбен бажамның үйіне. Келіңіз қасында тұрып, қасында оқып қоямын. Қазір келіңіз сөйлейді болды. Дендеріңіз сау болсын, аман болыңыздар, құтты болсын. Құдағайлар, бүгінгі төрге шыққандарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Жезде, әке, бүгінгі құдаларыңыз төрге шыққаны құтты болып, Құдай қаласа мына алтын келіндеріңіздің кішкентай немерелер сүйе беріңіздер, 2 жас бақытты болсын, дендері сау болсын. Осындай дастарханда кездесіп, Құдай қаласа күліп ойнап жүре берейік. Құрметті құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын, әрдайым орындарыңыз төрде болсын. 2003 жылдан бері осы Нұрекең мен Ләззаттың біз көршісі болдық, одан кейін подружка болдық. Енді қазір бауырдай біз араласамыз, Аллаға шүкір, керемет жандармен құда болып жатсыздар, сіздерді де көріп қуанып жатырмыз. Құда қаласа Нұрболат аға, Ләззат, осы келіннің рахатын көріңдер. Ата-ананың тілегі осы балалардың бақытын көру, жетістігін, жемісін көру, Алла сол күндерді нәсіп ете берсін. Әрдайым сіз біздесіп, келесі жылы Құда қаласа бесік тойда бірге осылай төрт көзіміз түгел жинала берейік. Бүгін төрге шыққан жаңа құдалар, өзіміздің бұрынғы құда жекжаттарымыз, ағайын туыстар, жолдастар, барлықтарымыз бүгін Нұрболат пен Ләззаттың жақсы бір дастарханында, оның құдалық тойында, 1000 жылдық тойға куәгер болған дастархан басында бас қосып отырмыз. Құдалық 1000 жылдық болсын, құтты болсын бәрімізге. Қазір айтылып жатыр ғой, кім-кіммен қашаннан бері таныс деген. Бізде Бәйдібек ауданы жағы бұрыннан осы әулеттің, оның қайын жұртының бәріміз қоян қолтып, талай жылдан бері жекжат болып, бір-бірімізбен құда-құдағи, құдаша, құда бала болып араласып жатқан жағдайымыз бар. Осы үйдегі туған құдаларымыз, құдағиларымыз Ләззатпен біз бұрыннан жекжаттығымыздан бөлек жұмыс бабымен 2000 жылдан бері жұмыс атқарып, сол медицина саласында қызмет атқардық. Бұл деген бір үлкен, аз емес, шамалы жақсы уақыт. Сол аралықтарда содан бері қарай осылай өзіміз апалы сіңілі болып, жұмыс бабында араласып, семьямызбен мен келін түсіріп жатқанымда бұлар келіп қызмет қылып дегендей, міне сіздердің де біз бүгін қызметтеріңізге келіп отырмыз. Жақсылық болсын, барлық уақытта деніміз сау болсын, жақсы адамдармен құда жекжат болып жатырсыздар. Тағы да құдалықтарыңыз құтты болсын. Дастархан жақсылыққа жайылсын. Бұл үйде әлі де тойдың ары қарай жалғасатын орны бар. Құда қаласа әлі де тойда осы жерде бәріміз бас қосып, жақсылық, жақсы тілектерімізді айтып жүре берейік. Құдай қаласа, сол жақсы ниеттерге бәрімізді жеткізе берсін.
Ал құрметті қонақтар, құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Жақсы жермен құда болып жатса, Аллаға шүкір, біз ләззаттың коллективіміз, коллективтен біріміздің достығымыз. Енді коллективте бас қостық, таныстық, одан кейін достыққа ұласты, достықтан кейін өстіп, той томаларымызға араласып кетті. Оның бәрі жолдастықтың арқасы. Мен де мысалы құдалыққа қатысып жатырмын, Банудың бесік тойына бардым, сол сияқты өстіп құдалыққа араласып жатырмыз. Тек қана осындай жақсы күндерде басымызды Құдай қоса берсін. Аллам бүгін сіздерді екі жастың себепкері, осы екі жасымыз бақытты болсын, дендері сау болсын, үбірлі шүбірлі болсын, өмірлері баянды болсын, тамырлары тереңге жайылып, жайқалып өсе берсін. Нұреке ұрпағыңызды жалғастыра берсін. Нұреке ұрпағыңыз жайылсын. Сіздің осы үйде тек қана жақсы тойларға бас қосуды Аллам жаза берсін. Тек жақсы күндерге басымызды қоса бердік. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Күйеу бала мәңгілік болсын сіздерге. Келесі жыл айтып жатыр ғой, бесік тойға жинала бересек. Төрт көзіміз түгел осы дастарханның басында ойнап күліп тек қана сол тойға ғана жинала берейік. Біз Нұрекенің құдаларымен соншалықты араласқанымыз, сонша бауырдай, туыстай араласып кеткенбіз. Осындай өстігіміз тереңге өстіп жайқалып, жарқырап, жақсы күндерде басымыз қосып жүре берейік. Достардың, құда мен құдағиға біздің подаркіміз бар еді, достардың атынан. Құдағидің орнына, Жанар, екі жастың ортасында, екі құдалықтың ортасында алтын көпір салынып жатыр ғой. Бұл жақта құдалар, бұл жақта біздер, бұғанасы мықты болса алтын көпір ешқашан құламайды. Соның ортасында әйтеуір осындай дәстүріміз жорғалап жүре берсін. Жастарымыз бақытты болсын. Нұреке той-тойға аласын. Осы үйде тек қана тойға келейік. Рахмет. Дәрігер достар. Дәрігер достар әдем бір сый-сияпат беріп жатыр. Дәрігердің алдында данышпанда дәрменсіз дейді ағайын. Осы дәрігерлер аман болсын. Суретке түсіп алыңыздар. Тағы да достар бар. Рахмет. Енді Ләззат әпшем тағы да достары бар ағайын. Молдамен дос болсаң намазың таза болмайды дейді. Ұрымен дос болсаң қазаның таза болмайды дейді. Жаманмен дос болсаң кесапат дейді, жақсымен дос болсаң шафағат дейді. Міне шафағатын шашып келген достар көрініп жатыр сый-сияпатымен ақ. Тағы да жалғастырып отырайық, келіңіздер достар. Қайсымыз? Құда-құдағилар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Нұреке Ләззат, құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын. Екі жастар бақытты болсын. Құда қаласа енді бесік тойға келейік. Тек дастархандарыңыз қуанышқа тойға жайылсын. Барлық тілектер айтылып жатыр ғой. Қанша бәрі қабыл болсын. Ұзын сөздің қысқасы бәрі тілекке қосылам. Ал мына құда-құдағилар, мына біріншіден төрге шыққандарың құтты болсын. Құдалық 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық дегендей. Тек қана мына дастархан жақсылыққа жайыла берсін. Араға салған алтын көпір көркейе берсін дей ма? Сондай ау дей ма? Ал Нұреке, мынау қуаныштарыңыз қуанышқа жалғаса берсін. Немере, шөбере көріңіздер. Алла қаласа, сіздердің тек қана жақсылықтарыңызға қызмет етіп жүре берейік. Ал құтты болсын мені. Екі жас бақытты болсын.
құттықтарыңыз құтты болсын. Айтылып жатқан барлық жақсы тілектерге қосыламыз. Көшеліктен біз ниеттес шыңдап жинап отыр. Жақсы тілекпен көшеліктен құлағына шалынып, келіннің аяғы құт болып келіп, шаңырақтарымызға тек қана осындай той, қуаныш, жақсылыққа келуді Алла бәрімізге нәсіп етсін. Әрқашанда қызмет жасауға дайынбыз. Ағайындар ма? Ағайынның атынан бір адам сөйледі ма? Жамбыл аға, 90 сөзін толықтайтын. Кіргіз жібереміз ба? Бірінші қой грильді кіргіз жіберейікші. Бағына көрді, енді қашан жейміз деп ойланып отыр. Құданың асы қойдың басы дейді. Жақсылап жайғастырайық алдарына. Барлық жілігі түгел. Түгел, барлық қорықпаңыздар. Қалғанымыз отырайық. Енді ағайындар қайда? Әулеттің әпке жеңгелері, қыздар, жезделер. Ағайындар, қыздар, жеңгелер. Келіңіздер. Бұл тойда жарасады әндетуге, өйткені қуаныш, өйткені той, фамилияларыңыздың Естаевтар әулетінде деп қойыңызшы бәрекелді. Мына құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын, құда қаласа. Не дейді? Құда 1000 жылдық, күйек жұлдыздық дегендей, мына құда қаласа, сіздерде қыз, бізде оғал екен, мына алтын көпірлеріміз мықты болсын. Құда қаласа, жастар бақытты болсын. Мына жерде жаңағы тілектер айтылып отыр, 40-тың бірі қыдыр деген, осы кісілердің тілектер першенің құлағына шалына берсін. Мына жерде мынау жастар тұр. Оларды да танып алыңыздар. Келешек жастар, келешек тірлік осылардікі. Мына қазір ағайын дегенде ағайын ішінде қызмет істеп жатыр осылар. Мынау менің үлкен балам, есімі Серік. Мынау менің үлкен келінім, есімі Ләззат. Мынау тұрған жаңағы ең үлкен қызымыз, Қамшат, құдашаларыңыз, ең үлкен құдашаларыңыз. Білек осылардікі, Құдайға шүкір. Мынау үлкен күйеу бала, есім Бағдат. Анау екінші қызымыз, Бануш. Мынау күйеу бала, Банушсың ғой енді. Гүлбану, өзіміз әбден Бануш деп кеткенбіз да, тілден қарағаннан қиын екен. Мынау күйеу бала, Адыл. Бұлар екеуі де жаңа қоңыраттың келіні ғой, зуылап жүрген сол жаңа шақырамай атымыз ғой, әбден қоңыратқа үйренген. Мақұл, енді осы кісілерге сөз берейік. Рахмет келгендеріңізге. Мұны Құда қаласа, осыларды бірте-бірте ердің Құда қаласа ағалары, мұны өздерінің сол құдалар болады Құда қаласа. Ассалаумағалейкум. Құда болғандарыңыз құтты болсын. Жоғарғы шыққандарыңыз. Осы екі жастың арқасында ғой. Екі жас бақытты болсын, өмірі ұзақ болсын. Құда қаласа, қораластарды көбейтіп, әрқашан ойнап күліп жүреміздер. Бірінші барлық денсаулықтарыңыз болсын. Денсаулық керек білесіз, денсаулық. Ең маңызды денсаулық. Денсаулықтарыңыз әрқашан ойнап күліп жүреміздер. Құтты болсын. Құда қаласа, осы үйде көбейіп, қораластар көбейсін. Қораластар көбейсін. Осы жерге Құда қаласа, бесік тойға келейік, Құда қаласа осы кісілермен. Топты көреміз, қосыламыздар. Өмірлеріңіз ұзақ болсын әрқашан. Осы қуаныштан қуанып жүре берейік әрқашан. Құда 1000 жылдық дейді ғой, 1000 жылдыққа асып, Құда қаласа, төрге шыққандар құтты болсын. Рахмет сіздерге. Денсаулықтарыңыз құтты болсын. Екі жас бақытты болсын, өмірі ұзақ болсын, осы үйде бала-шаға көбейсін. Әрқашан қораластарды көбейсін. Сол үшін Құдалар, қош келдіңіздер. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Жастар бақытты болсын. Бұдан да үлкен дастарханда бас қосып, қуаныштарда жүре берейік. Құдай қаласа ендігі жыл шілдехана бесік тойға келіп күтіп жүре берейік сіздерді. Сол бақытты болыңыздар, аспандарыңыз ашық, денсаулықтарыңыз мықты болсын, қуаныштарыңыз көп болсын. Сол Құда болар, құдалықтарыңыз құтты болсын.
жастар бақытты болсын. Осыны ұлттан барлықтарына денсаулық тілеймін. Әр шаңырақта той болсын. Құдай қаласа осы жақсылығыңыздар болып жүре бересіздердің айырмасын. Не дейміз? Құдағылар, төрге шыққандарымыз құтты болсын. Алтын көпіріміз биік болсын, шаңырағы кең болсын, керегелері тең болсын, осы екеуі бақытты болсын, үбірлі-шүбірлі болсын. Құдай қаласа биыл келін бала болса, келесі жылы балалы келін бола берсін, Құдай қаласа дана келін бола берсін. Әулетіміздің ең үлкен келіні Құдай қаласа өзінен кейінгі екі қайнысы бар, екі келінді болады. Осы үйдің оң қолы да, соң қолы да осы қыздарымыз болады. Сол үшін алып қойыңыздар, бұйырған астан алып отырыңыздар. Ассалаумағалейкум, құда-құдағилар, келгендеріңізге рахмет. Құдай қаласа дендеріңіз сау болсын, екі жасымыз бақытты болсын. Құдай қаласа ендігі жылы бесік пайда болайық, бәріміз дендеріңіз сау болсын. Құдалықтарыңыз болсын, екі жас бақытты болсын. Құдалықтарыңыз мұншалық болып, ойнап күліп, дастарханда ішіп жеп, жасылыққа жинала беріңіз. Болды. Келіңіз әпше. Айып етпеңіздер. Арайғандай. Сіздерге рахмет, тілек айттыңыздар. Орындарыңызда отырыңыздар енді. Атақты қазақтың жазушысы Мұхтар Әуезовтің айтқан халық арасында қалып кеткен сөзі бар. Алға басып барсам әншімін деме. Созаққа барсаң шаян ғой, созаққа барсаң кешуін деме деген. Енді атақты Қазақстанның әртісі болмасақ та, Ауди, бүгін қаншама жақсы сөздер тектер айтылып жатыр. Соның барлық тіршіліктің басы, барлық тіршіліктің еңбегі, қуаты аналар ғой. Аналар ғой. Ана туралы ән айтсам, сіздер де қосылыңыздар. Жан даусын қосын. Мектепте бір ән үйреткен, әннен сабақ берген Ташкенбай ағайымның сол бір әні ғана есімде қалғандары еді. Аман сау, аман гүлмеген көзіңе гүлдерін сезінер. Жалғанды қалаға жақын өзіңе, жақын өзіңе. Қуат беріп құшағын, алып мен ұшағын, алып кеп, ел білмейді құсағын. Құда егізген, құйрық бауыр жегізген деп, құданың алдына құда табып. Жешеміз келеді, жешеміз, ойбай жешеміз келеді. Құданың алдына құда табып, tom olmayla baktı, tom ol.
Ол нұрланға да берем қазір. Таңертең шығып, мысал, бетіңді самал жел ұрса, оның өз не деген керемет бақыт, мысал. Ағай туыспен бір қосылып шай ішсем, оның өз қандай керемет бақыт. Мысал, құдаша, құда айтыңызшы, көшеге үйден шығып бара жатып 10 мың теңге тауып алдың, қандай бақыт? Ашығын айтып бәрі көреді. Бақытты күніміз көп болсын, ағай. Ол қыздарымызбен бақытты болайық. Бағана бажалармен дұрыстар тілек айтқан кезде мына жер тишина болып қалды, сөйтсем сол кісілер екен ғой, тойын полный жолап отқан. Аумин. Демеңіздер, біз өнерді аяп қалды. Уақытта бір жерге таяп қалды. Ләззат әпше осымен менің жұмысым аяқталды. Жүріңіздер бір-бірлеріңізді аралап сыйластықты суытпай, араларыңызға жамандықты жуытпай, Құдай қаласа, осы әулеттегі бесік тойда кездескенше, до свидания, goodbye деп қойыңызшы. Аумин. Нағаш атасы аумин деп бата беретін шығар енді. Аумин. Аумин. Нағаш атасы берсін. Аумин. Құдайым болмасын, жаманшылық болмасын. Аумин. Кең дастарханда осылай кең жақсы күндеріміз көп болсын, деніміз сау болсын, дастарханы байлар болсын, дені сау болсын, жастар бақытты болсын дейміз. Алла рахмет. Amin.
olsun, açık olsun şu bakım